несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы жыл сайын сатылы түрде ұлғая түсуде. Осылайша 1964 жылы туылған әйелдер 63 жаста, яғни ерлермен бірге зейнетке шығатыны белгілі болды. Дегенмен сіз әлі де тиісті жасқа жеткенде ғана зейнетақыны ала аламын деп ойласаңыз, онда қуантып қояйын, сіз қателесесіз. Осы жайында толығырақ бүгін бағдарламамыздан білетін боламыз. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Барша көрермендерімізге жалынды сәлем. Алдымен болашақ зейнетақы төлемдерінің кестесіне өздігінен әсер еткісі келетіндерге арналған жаңа сөзді үйренейік. Бұл аннуитет сөзі. Қызық, қарапайым қазақстандықтар бұл зейнетақы төлемдерінің форматы туралы біледі ме екен? Олай болса экранға назар аударайық. Аннуитет дегеніміз не? Мен оны түсінбедім, онша аннуитет деген. Қазақша сөз бе, орысша сөз бе? Аннуитет деген ол теңдей дәрежеде бөліп төлеу. Біз статистикамен келсеміз, зейнеткер жасындағы қазақстандықтардың көпшілігі әлеуетті төлемдерді реттеуге болатындығына еш күмәнданбайды. Бірақ біздің сауалнамадан байқағанымыздай, ортамызда зейнетақы аннуитетінен хабардар адамдар некен сая. Жоқ, біз бұл нысанда не жақсы, не нашар екен білдірмейміз. Бірақ кем дегенде өзімізге қажетті қаржылық тұрғыдан сауатты болу және де басқа да қаржы құралдарын меңгеру маңызды екенін айтып өткеніміз жөн болар. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы Ұлттық банктың сарапшысы Әжібек Сағи. Сәлеметсіз бе, Сағи? Жалпы осы сауалнаманың нәтижесі көрсеткендей, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтар өте көп. Саламатсыз, Мариям. Осы туындап отқан сұрақтар бойынша жауап беру үшін осында келіп отырмын. Әжібек Сағи Қалиұлы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінің актуарлық басқармасы бастығының орынбасары. Тамаша, олай болса іске кірісейік. Ең алдымен негізгі ұғымдардан бастайық. Аннуитет дегеніміз не? Жалпы алғанда аннуитет және аннуитеттік төлемдер бұл қарызды тең мерзімдік төлемдермен өтеу әдісі. Осы қызметті пайдаланушылар өзінің төлеу әдісін таңдау құқығына ие. Зейнетақыға байланысты айтатын болсақ, аннуитет сізге зейнетақы жасына жетпей жатып, ертерек зейнетақы алуға мүмкіндік береді. Сіздің өтінішіңізге сәйкес, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сіздің зейнетақылық қаражатыңызды сақтандыру компаниясына жібереді. Содан кейін сізге сақтандыру компаниясы ай сайын төлеп отырады. Оның жалпы артықшылы сіз жаңағыдай айтқандай зейнетақы жасына жетпей жатып 8 жыл бұрын ақша ала аласыз. Иеленушінің кенеттен қайтыс болған жағдайда жинақталған сома кепілдік берілген мерзім болғанда оның мұрагерлеріне берілетін болады. Қысқаша айтқанда, зейнетақы аннуитеті дегеніміз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақ мөлшері жеткілікті болған жағдайда зейнетақыны мерзімінен бұрын алуға мүмкіндік беретін сақтандыру компаниясымен келісімшарт болып табылады. Шынымен де бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтар өте көп, сондықтан да әр қайсына рет-ретімен тоқтала кетейік. Зейнетақының бәрі біркелкі емес. Қор жинауға қалай тиімді ықпал ету керек? Зейнетке ертерек шығу үшін қанша қаражат жинау қажет? Дәл қазір білетін боламыз. Құрметті көрермендер, бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Сағи, енді осы зейнетақы аннуитеті мен зейнетақы жинағының арасындағы қандай айырмашылықтары бар? Негізгі айырмашылық бұл жерде зейнетақы төлемдерінің өтеу мерзіміне қатысты болып келеді. Зейнетақы жинақтарының таусылғанға дейін және 79 жасқа дейін жүзеге асырылады. Ал егер аннуитет арқылы алатын болсаңыз, онда сақтандыру ұйымдары сізге зейнетақы төлемдерін өмір бойы жүзеге асырып отырады. Ал енді Сағи айтып өтсеңіз, бұл жүйенің тағы да бір айырмашылығы бар. Яғни төменгі жас мөлшерінің шегі бар екен. Сондықтан да бұл жүйе арқылы біз жинақталған қаражатымызды қай уақытта ала аламыз мерзімнен бұрын? Шындығында, Мариям, осылайша қазақстандықтар өзінің зейнетақы төлемдерінің мерзімнен бұрын ала алады. Біз білетіндей, заңға сәйкес зейнеткерлік жасқа жеткенде ғана
ие болады адамдар. Мысалға, зейнеткерлік жас ерлер үшін 63 жас, ал әйелдер үшін 58,5 жас болып саналады. Ал қазақстандықтар сақтандыру ұйымымен зейнетақылық аннуитет шартын жасау арқылы ер адамдар 55 жастан, әйел адамдар 50,5 жастан зейнетақы төлемдерін мерзімнен бұрын ала алады. Вебинарымызға онлайн көрермендеріміздің бір байланысқа шығып отыр. Менің назарым бірден Старых атты қолданушыға түсіп отыр. Оның сұрағы мынадай, құрметті көрермендер. Сонда аяқтан шалудың мәні неде? Маған мұндай ыңғайлы құралдарды қолдануға бір нәрсенің кедергі болуы тиіс емес пе дейді. Негізгі шектеу ол зейнетақы жинақтарының сомасы болып табылады. Бұл қаражат ең минималды зейнетақынан төмен болмайтын төлемді қамтамасыз ету үшін жеткілікті болу қажет. 2018 жылғы ең төменгі зейнетақы 33.745 теңгені құрайды. Зейнетақы жинақтарының жеткілікті сомасы әйелдер үшін және ер адамдар үшін әртүрлі болып келеді. Құрметті көрермендері, бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар, және де біз Сағи екеуміз зейнетақыға байланысты тақырыпты әрі қарай өрбітетін боламыз. Енді Сағи, сіз жаңа ғана ерлер мен әйелдерге қатысты осы механизмнің артықшылықтарын айтып өткен болатынсыз. Жалпы айтқанда осы кемсітушілікке не себеп болды? Мариям, бұл әрине қатты айтылған сөз. Біздің еліміздегі және бүкіл әлемдегі орташа өмір ұзақтығының статистикасына байланысты нәрсе. Оған сәйкес әйелдер ерлерге қарағанда ұзағырақ өмір сүреді. Ерте зейнетке шығу үшін жеткілікті жинақталған зейнетақы қаражаты орташа өмір сүру ұзақтығына негізінде есептеледі. Зейнет алушы неғұрлым жас болған сайын жеткілікті сома көбірек болады. Осы жайында толығырақ тоқталып өтсеңіз, жалпы бұл іс жүзінде қалай көрініс табады? Енді биылғы жылдың ең төменгі зейнетақы құнын ескеретін болсақ, 50,5 жастағы әйелдер үшін зейнеткерлік аннуитеттің құны шамамен 13,5 миллион болады. Ал 55 жастағы әйел үшін шамамен 12 миллион теңгені құрайды. 55 жастағы ер адам үшін жеткілікті сома 9,5 миллион теңгені құрайды. Мінекей, құрметті көрермендер, тағы да бір сұрақтар түсіп жатыр екен, соның бірін оқиын, ардақты ағайын. Яғни бұл бізге Айданы 86 деген тыңдарманымыз жазып жатыр. Оны қызықтырып жатқан сауал. Егерде сақтандыру компаниясы банкротқа ұшыраған жағдайда не істей алады? Бұл тәуекелдердің негізгі түрлерінің бірі. Жалпы осы схемаға қатысушылар сақтандыру компанияларының мүмкін болатын әділетсіздігінен қалай сақтандырылған? Біздің халық үшін, әсіресе зейнеткерлер үшін бұл зейнетақы жинақтарының сақталуы және зейнетақы төлемдерінің кепілдігі өте маңызды мәселе болып саналады. Себебі зейнеткерлерге зейнетақылық төлемдер ол жалғыз табыс көзі болып саналады. Ұлттық банк қаржылық реттеуші бола отырып, сақтандыру ұйымына берілген зейнетақылық қаражаттарды сақтау мақсатында сақтандыру ұйымдарының қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады. Осыған орай сақтандыру ұйымдарына келесі талаптар қойылады. Ол капиталдың жеткілікті талаптары, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті резервтерді қалыптастыруға қойылатын талаптар. Осыған орай Ұлттық банк сақтандыру ұйымдарына келесі талаптар қояды. Ол капиталдың жеткілікті талаптары, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті резервтерді қалыптастыруға қойылатын талаптар, және сенімді қаржы құралдарына инвестициялауға қойылатын талаптар. Бірақ меніңше бұл салымшының ең басты тәуекелі. Сақтандыру компаниясының өзі, онымен зейнеткерлік аннуитет келісім шартын жасасқан соң, 10 жылдан кейін тұрақсыз болып шықса, мен зейнетақысыз қалу мүмкін бе? Дегенмен менің жеке таңдауым анағұрлым консервативті, сонымен қатар мемлекеттік болып табылады. Демек, бұл сенімділігі жоғары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Ал қазір зейнетақы аннуитеті жүйесінің басқа елдерде қалай жұмыс істейтініне көз жеткізейік. Өте қызықты. Жалпы зейнетақы аннуитеті секторының таралуы бұл дамыған елдердің мәртебесінің ең жарқын көрсеткішінің бірі. Басқаша айтқанда, ел неғұрлым дамыған сайын аннуитеттер нарығы соғұрлым жоғары дамиды. Адамдар ұзағырақ өмір сүреді. Сәйкесінше зейнетақыны ұзақ уақыт алғысы келеді. Ұлыбритания, Дания, Швеция және басқа да елдерде олардың саны өте көп.
Дегенмен мұны ұсыныс ретінде ғана қарамай, азаматтарынан талап ететін елдер де жоқ емес. Мысалы, Чилиде, Мексикада, Аргентинада және Швейцарияда зейнеткерлік аннуитетті тіркеу міндетті болып табылады. Кез келген жағдайда, кез келген сақтандыру опциясымен қатынастар базисі сенімге негізделеді. Сағи, енді бұлайша айтқанда, егер сақтандыру компаниясының бүгінгі күні жағдайы жақсы болғанмен де, ертең кейбір факторларға байланысты, яғни олар тұтынушыларының алдындағы міндеттемелерін орындауға қауқарсыз болып жатады. Яғни бұл түксіз қалу деп аталады. Осындай келеңсіз жағдайлар болмас үшін ұлттық банк тиісті тексеру жұмыстарын жүргізеді. Егер мысалға сақтандыру ұйымының қаржылық жағдайын нашарлататын факторлар анықталған жағдайда, ұлттық банк сақтандыру ұйымнан қаржылық тұрақтылықты жақсарту үшін қажетті шаралардың жоспарын сұрайды. Егер тексеру барысында заң бұзушылықтар анықталған жағдайда, сақтандыру ұйымына шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар қолданылады. Естеріңізге сала кетейін, кез келген қаржылық мәселелер бойынша толық ақпараттар Қазақстан ұлттық банкінің сайтында орналастырылған. Сондай-ақ банктың әлеуметтік желілерінен және құп онлайн мобильдік қосымшасынан жаңалықтарды қадағалауға болады. Онда әрдайым сізді қызықтыратын қаржылық мәселелер бойынша құқықтық көмекке қол жеткізіп, кеңес ала аласыз. Бізде сарапшымызбен бірге анықтайтын тағы бір-екі маңызды мәселеміз бар. Арнамыздан ауыспаңыз. Мұрагерлердің назарына аннуитетті мұра етіп қалдыруға бола ма? Дәл қазір білетін боламыз. Құрметті көрермендер, бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар, және де біз бүгін әртүрлі зейнетақы тәжірибесі туралы тақырыбымызды жалғастырамыз. Сағи, енді осы егер қазақстандық азамат сақтандыру компанияларының қызметіне өтініш берген жағдайда, белгілі бір уақыт өткеннен кейін, яғни жинақталған зейнетақы қаражаты мұра ретінде қалдырыла ма? Жалпы айтқанда, яғни кейінгі ұрпағының қолына бір нәрсе түсе ме? Зейнеткер осы аннуитеттік шартта кепілдік мерзімін көрсету қажет. Мысалға, зейнеткер өзінің кепілдік мерзімін 15 жыл ретінде көрсетіп, шарт жасасқаннан кейін 5 жылдан кейін қайтыс болған жағдайда, келесі 10 жылдың ішінде төлемдердің бәрін шартта көрсетілген мұрагерлер алады. Ал енді тақырыбымыздың мәнін жақсырақ түсіну үшін тарих беттеріне көз жүгіртуді ұсынамын. Аннуитет немесе қаржы рентасы өтеу кестесін сипаттайтын жалпы термин. Яғни сыйақыны немесе негізгі борыштың бір бөлігін пайызмен бірге өтеу. Демек, осындай графиктерді пайдалану тарихы өсімқорлар алдындағы қарыздар секілді бұрыннан бері барын болжауға болады. Аннуитеттің негізгі ерекшелігі оның теңдей уақыт аралығында төлемдер мерзімді түрде бірдей мөлшерде белгіленуінде. Біз мұндай графикке пайдаланудың ең тиімді мысалын келтіреміз. Ол кезде тұтынушы емес, керісінше тұтынушыға борыштар болады. Атап айтқанда, бұл өмірді сақтандыру аясында орын алады. Осылайша тұтынушы сақтандыру компаниясымен келісім шарт жасайды. Онда жеке тұлға, мәселен зейнетке шыққан соң, белгілі бір уақыттан бастап келісілген соманы тұрақты түрде алып тұруына құқылы. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинары біз ары қарай жалғастырамыз. Сағи, дәстүрлі төлемдер мен аннуитет арасындағы жеке таңдауыңыз неге негізделеді? Шынымды айтсам, бұл мәселе туралы әлі ойланбаппын, себебі әлі жаспын. Енді Сағи, шынайы жауабыңызға көп рахмет. Жалпы жүйе туралы толық мәліметпен бөліскеніңізге де алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді біз зейнетақы аннуитеті деген не екенін және бұл білім болашақта біздің қаражатты дұрыс басқаруға қалай көмектесетінін білеміз. Ең бастысы оны есте сақтауға тура келеді. Бірден бір артықшылығы, егер сіздің жинақ ақшаңыздың толық мөлшері таусылған жағдайда да зейнетақыңызды өмір бойы ала аласыз. Бұл ретте сіздің активтеріңізді басқару тәуекелдері, яғни оны пайдаланудан түскен қаржы төлемдері өмірді сақтандыру компаниясына түседі. Демек, мұндай ұсынысты өте мұқият және сауатты таңдау керек. Бәлкім сондықтан кейбіреулер өздерінің жинақ ақшаларын түсінікті мемлекеттік зейнетақы жинағынан коммерциялық аннуитетке аударуға тәуекел ететін болар. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.